Салем достар, бүгін біз үй жағдайында қамыр жұмсақ, сочный болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Менің арнама алғаш рет келіп тұрған болсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк баса кеттіңіздер. Ал кеттік, ендеше пиццамызды бастайық. Ол үшін 400 грамм ұнымызға 200 грамм суымызды құямыз. 1 шай қасықты ашытқы, 1 шай қасық қант саламыз. Сосын қасықтың ұшында тұз саламыз. Сосын 25 грамм сұйық май қосып, қамыр елеп аламыз. Қамырды осылай жақсылап елеп алғанымыздан кейін бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін біз соус дайындап аламыз. Соус үшін азғантай май құямыз. Шамалап 3-4 ас қасықтай құйсақ болады. Осылай алдымен сарымсағымызды қуырып аламыз. Сарымсақты баяу отта аздап қана қуырып алғанымыздан кейін томатная паста немесе қызанағымызды салып қуырып аламыз. Енді бұған шай қасықтың ұшында тұз саламыз. Сосын 1 шай қасықта тәтті паприка саламыз. Барлығын араластырып, біраз қайнатып аламыз. Міне сонымен соусымыз дайын. Енді көтерілген қамырымызды алып, теңде 2 бөлікке бөліп, тағы да елеп бетін жауып 45 минутқа қойып қоямыз. Мен сіздерге 2 пицца мөлшерінде қамыр елеп көрсеткен болатынмын. Сол себепті қамырды 2 бөлікке бөліп жатырмын. Енді осылай ыдысымызға салып, бағана айтқанымдай бетін жауып 45 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген кезде қамыр бір-біріне жабысып қалмас үшін осылай арасына қасық қойып қоямын. Оған дейін сіздер бетіндегі начинкасын дайындап қоя берсеңіздер болады. Мен жасап жатқан пицца куриный пицца. Сіздер начинкасын қалауларыңызға қарай қолдана берсеңіздер болады. Шұжық қолдансаңыздар да, етті қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Ірімшікті алдын ала осылай 3-тен өткізіп дайындап қойсаңыздар болады. Мен бір пицца мөлшеріне арналған ірімшігімізді 3-тен өткізіп дайындап қойдым. Енді көтерілген қамырымызды алып жая берсек болады. Қамырды жайып жатқан кезде ұнмен емес, манни крупамен жаямыз. Сол кезде қамыр жұмсақ болып пісіп шығады. Жайып алдық, енді бетіндегі начинкаларын сала берсек болады. Алдымен осылай соусымызды салып аламыз. Сосын аздап ірімшігімізді саламыз. Артынан алдын ала дайындап қойған тауық етін салып шықтым. Енді қалған ірімшігіміздің барлығын бетіне салып, пиццамызды 250-300 градуста қызып тұрған пешімізге 7-8 минутта пісіріп аламыз. Одан көп ұстауға болмайды. Міне пиццамызда пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жұмсақ. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Үйдегілеріңізге міндетті түрде ұнайды. Рецепт ұнаған болса, менің арнама тіркеліп лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер.